Жүз жасаған кейуана батасын берді. Абай ауылының тұрғыны Назира Мусаева 100 наурызды көрген жан. Жақындап келе жатқан мереке 1 қазан қарттар күні қарсаңында Келес аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары Асыл әженің үйіне мерекемен құттықтап барды. Нақтырақ тілшіміз Қуаныш Амангелдіұлының бейнематериалында. Абай ауылының тұрғыны Назира Мусаева әжеміз 1921 жылдың 15 наурызында дүниеге келген, яғни биыл 100 жасқа толды. 100 наурызды көрген жан. Келес аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары кейуананың үйіне барып, алда келе жатқан мереке 1 қазан қарттар күнімен құттықтап, жақсы тілек, ыстық лебіздерін жаудырды. 100-ден асқан жалпы осы Келес ауданы бойынша 2 қарт анамыз бар. Біреу Абай ауыл әкімшілігінің орталығында тұрады, біреусі Ақтөбе ауыл округында Ғани Мұратбаев елді мекенінде тұрады. Қазіргі кіріп шыққан анамыз Мусаева Назира жалпы денсаулығы жақсы, көңіл күйі де жақсы, жаман емес. Уақытылы келіп әлеуметтік қызметкерлеріміз хабарын алып тұрады. Мереке сайын ол кісілерді еш уақытта қалдырмаймыз. 8 наурызымыз бар, 9 май мерекеміз бар. Сол кездерінде әлеуметтік сала жағынан оларға құрметін жасап, себеттерімізді алып кіріп, орамалын жауып, гүлдерменен ұсынып, көңіл күйлерін көтеріп отырамыз. Назира апамыз негізі тыл ардагері, тыл еңбегі кезінде, соғыс кезінде, соғыста кеткен ер азаматтарға қолдарының босаған кезінде аяқтары жылы жүрсін деген мақсатта қолдарының бос кездерінде постоянно шұлықтарын тоқып беріп, соларды сәлемдемеге азаматтарымыз тірі келсін, еліне өз несімен қайтсын деген мақсатта, денсаулығын сақтасын деген мақсатта, сол жылы жүрсін деген неменен шұлықтарын тоқып сәлемдемеге беріп отырды. Күндізгі мезгілдерінде Чапаев, қазір Біртілек ауыл округы деп айтамыз ғой, ол кезде Чапаев совхозы болған. Сол кездерде ошақты арықты қазу, каналдарды тазалау кезегімен олардың айтуы бойынша ең ішкі жағында ер адам болады екен да. Ер адамдар арықтың топырағын лайын жоғарға тастайды, кезекпен кәдімгі етап болып 3 бөлікке бөлініп тұрады екен. Сол кезде ең жоғарғы жеңілдеу жағында әйел адамдарды қояды екен да, бірең сараң болады ғой бәрібір соғыс кезінде жағы ер адамдар қалған. Солардың арықты қазіргідей техника жоқ, қолмен тазалап сыртқа лайын лақтырып отырғанбыз дейді. Назира Мусаева әжеміз тыл ардагері, кезінде 2-ші дүниежүзілік соғысқа аттанған ер азаматтарға үйінде шұлық тоқып, сәлемдемемен жіберіп отырған екен. Сондай қиын қыстау кезеңдерді бастан өткерген жан. 100 жасаған Назира әжеміз Келес аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандарына көпшілікке өзінің батасын берді. Құрметтеріңе рахмет. Өзі болыңдар, көгеріңдер, бақытты болыңдар. Аллаху акбар. Осылайша хал жағдайын сұрап келген жандарды көріп, қазыналы қарт әжеміздің көңіл күйі көтеріліп қалды. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.